Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Арай. Бүгін өте нәзік, жұмсақ, дәмді печенье әзірлейміз. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, қант, жұмыртқа, сода, тұз, ванилин. Керекті заттарды видеоның астына жазып қойдым. Алдымен 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен қантымызды қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Және сода, тұз, ванилинді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды кондитерлік қалташаға салып аламыз. Енді кондитерлік қалташамыздың аузын кесіп, печеньелеріміздің формасын жасап шығамыз. Барлығын жасап шықтық. Енді 180 градуста 6-7 минут пісіреміз. Біздің печеньелеріміз пісіп шықты, өте тамаша. Енді вареная сгущенканы аламыз. Ортасына салма ретінде қосамыз. Міне достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Ас болсын.